Армысың қазақ? Аман сұхбатқа шақырды. Ұзақ әңгімелесеміз аға. Еш жерін кеспейміз. Қаншалық сөз болады, соның бәрін жіберем деді. Бардым, келіскен соң. Барсам имам тұр. Имам тұрған соң бәрі түсінікті. Сұхбат емес, пікірталас болатын болды. Жарайды, оған да көндік. 45 күн дегенде монтаж жасалып, ролик шықты. Бұл жерде айтайын деп отырған не? Кескен. Менің сөзімді де, имамның сөзінде кескен. Біздің айтқан кейбір ойларымыз көрерменге жетпей қалған. Сондықтан сол кесілген жерлерді орнына қойып шығайын. Оның үстіне өзімнің пікірімді қоса айта отырайын. Ол үшін жер телеуісіне кірейін. Міне кірдім. Бүгін қаншасы еді? 27 маусым күні кірдім. Роликті тездетіп жасайын. Әлім келгенше сол жаңа оқу жылына дейін жіберіп үлгерейін. Қымбатты достар, бізде қазір атақты тәңірші Тоқтар Абыз мырза келе жатыр. Қарсы алайық. Тоқтар аға, ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Неге аға? Кетші, іске кірісейік. Студияларым жақсы екен. Неге аға, ассалаумағалейкум деген сөз бізге жат па? Жат, өте жат. Біздің даламызға келген дүниетанымдық түсін, араби, құран. Мен далама келген кезге дейін қазақ армысың деп амандасқан. Бірақ осы күнге дейін ассалаумағалейкум деген сөздің мағынасын имамдар әлі жөн түсіндіріп көрген жоқ. Нұр жаусын деп айтады. Ал арабтарда нұр деген сөз бар. Бұл сөздің ішінде нұр деген сөз жоқ. Имамның жауабын тыңдаңыздар. 751 жылы Атлах шайқасы болды десек, Тараз заманында. Міне содан бастап мұсылмандар мен қазақтардың бірігуі. Арабтың сөзінде ассаламу алейкум, саған Алланың тыныштығы болсын деген сөз. Алланың нұры жаусын деген сөз. Мына айланы қараңыздар. Маған имамның сөзін я деген дыбыспенен қоштатып қойды. Қарап алыңыздар. Алланың тыныштығы болсын деген сөз. Алланың нұры жаусын деген сөз. Алланың нұры жаусын деген сөз. Бұл жерде қандай сөзді жоққа шығарған? Имам пікірталас кезінде былай деген. Ассалаумағалейкум деген сөздің ішінде нұр жаусын деген сөз жоқ деген. Нұр жаусын деген сөзді күңгірлетіп барып, маған я деген сөзді айтқызып қойып, жоқ қылған. Алланың нұры жаусын деген сөз. Әрине, сіздер ойлайсыздар. Ода тұрған не бар? Деп. Шын мәнінде астында үлкен өтірік жатыр. Ислам дінінің біздің даламызға қалай келгені туралы өтірік дерек жатыр. Тыңдаңыздар. Атлах шайқасы болды десек, Тараз заманында. Ақылақ соғысы болған дейді. Қытайлар ана Тараздың бойында жатқан дейді. Яғни мына жатқан алқап түгелмен қытайлардың жері болған. Соған әлі келмей қалған қазақтар арабтарды шақырып алады. Сенімдері бір ғой. Олар шауып келген, көмектесуге. Келгенде қытайлардың бәрін бытшын шығарып қуып жіберген. Басып алған соң өздері қалу керек еді ғой. Олар да кетіп қапты. Алды-артына қарамай қайтадан, жақсы қазақтар, біз кеттік дегенде кетіп қойған. Жаңағы жердің иесі, ақ иесі қазақтар мемлекетсіз қалған. Мемлекетті қараханиттер, қарылықтар құрған. Ақиқатына келсең, ондай жер бетінде халық жоқ. Бірақ солар қараханиттер мемлекетін құрып, ислам дінін қабылдап алып, жаңағы мемлекетсіз қалған қазақтың армысың деген сөзін түгеліменен жоққа шығарып, ассалаумағалейкум дегізіп амандастырып қойып. Не түсіндіңіздер? Жер Қытайдікі болған, арабтар келген, басқа біреулер мемлекет құрған. Солар исламды біздің қанымызға сіңірген. Ислам дінін кіргіземін деп, ассалаумағалейкум деген сөзді айтқызамын деп, бейбітшілік болсын саған деп айтқызамын деп, өтірік тарих жазуға бола ма? Не, Қытайлар бір түннің ішінде тарих жазып, көне кітап сияқты қылып, ескертіп химиялық жолменен жасай алмайды деп осы ма не? Аузына сөз салып беріп отырмыз ғой. Қытай, сенің жерің Таразға дейін болған деп. Адам ойланып сөйлеу керек. Бұл пікірталаста алғашқы текетірес мұсылман, мүмин, мүслимин деген сөздердің маңында өрбіді. Шын мәнінде құрани сөзбен айтсам, біз мүминбіз, мүслимбіз деп айтылу керек. Біздің тәңірлік дүниетанымда мұсылман деген сатқын деген адамдар. Мұсылман деген сатқын? Сатқын деген сөз. Мұсылман деген сатқын сөз деп айтып отырмын. Мүслим, мүмин деп айту керек деп отырмын. Имам таласып отыр. Тыңдаңыздар. Енді мұсылман деп айтуға болмайды деп ағамыз айтып жатыр. Ол ағамыздың өзінің қабылдауы, өзінің қағидасы, өзінің ережесі. Ол нәрсені айтудан тыйыламын деген болса, ол өзінің еркіндегі нәрсе. Қайран менің қазағым. Мен оған айтып отырмын. Мұсылман деген сөздер мүминдер мен мүслимдерге айтқызбаңдаршы. Бұл кісілердің өз еркі дейді. Біздің еркіміз емес, бұл біздің Тәңір ілімінің ең құдіретті
сөздерінің бірі. Жауларын, арамзаларын, діни сатқындардың бәрін белгілеген бұлар мұсылмандар деп. Бұлар екіжүзділер деп. Бұлар сатқындар деп. Сыртынан шығып тұрып айтқан, мыналар мұсылмандар олар деп. Не жөнді түсінбей отырсың сен? Ал мұсылман дейді де намлы сөзінің өзі қазақтың сөзі емес қой. Неге қазақтың сөзі? Кімді? Татардың сөзі. Талас басқа жаққа қарай ауды. Намылы деген сөзге ауып кетті. Намылы деген сөз дейді, ол татардың сөзі дейді. Татардың сөзі мен қазақтың сөзінің ортасы сүйем. Татарлар да тәңіршілер болған. Олардың ішінде де сатқындар бар, мұсылмандар бар. Намылы деген ол қазақтың ұлы сөздерінің бірі. 2.600.000 сөзді қорының біреуі. Сен ұмытып қалған, біз ұмытпаған сөз ол. Ал енді имамның айтқан мына сөзін тыңдаңыз. Бір ерекше сөз. Тыңдап болған соң жауабын айтайын. Біреудің сеніміне, сенің мынауың дұрыс емес деп айту. Мен дұрыс емес деп отырғаным жоқ, қайт деп отыр. Енді осы нәрседе Құран тыйым салады. Біреудің сеніміне дейді, мынауың дұрыс емес деп айтпа дейді. Оған Құран тыйым салған дейді. Ал бізге тәңіршілерге Құдайдың құтты күні сағат сайын, минут сайын, секунд сайын сендердікі дұрыс емес деп айтты. Екі дүрілдің, біреу мынаны жарық дейді, анау жақты тылсын дейді. Біз жарықты мадақтап өмір сүріп жатқандармыз. Жарыққа қайтадан қайтып келеміз деп отырған тәңіршілеріміз. Ал сендер бақиға кетіп со жақта қалуды армандайтындарсыңдар. Сендердікі жөн. Мына жерді жаманда, фәни дедіғыны бақиды мадақтай бер. Бірақ о жақты тылсым деп отырған. О жақта ғұмыр бар деп отырған. Мынаны жарық дүние деп, сол жарық дүниеге қайтып келемін деп амалдар ойлап тапқан. Дәстүр ойлап тапқан. Салт ойлап тапқан. Өсиет, мұра, мирас, аманат дегендерді ойлап тапқан қазақ халқына мыналарың дұрыс емес деп айтпа. Ата-бабаларымыздың әруағына біз сиынамыз десек, сиынба деме. Құран тыйым салған өзгелердің дінін жамандама деп. Тәртіпке салма деп. Онда салма. Өз жөніңді жөнде. Ал мен сендерге жөндерің жөнде деп отыр. Жаман сөз айтып отырым ба? Құрани сөзбенен сөйле деп отырым. Қиямет қайымда болатын сұрақ араб тілінде болады. Құранның уақиларынан болады деп отырмын. 6660 аяты түгелмен біл деп отыр. Бақидағы болмыстың бәрін ақиқаттап айтып, қазаққа түсіндір. Бірақ қиямет қайымда болатын сұрақтан адасып кетпей, жаңылып қалмай жауап беретін болсын. Араб тілінде деп отыр. Түсінікті, Тоқтар аға, сіздің әңгімеңіз айқын, анықталды, айтылды. Енді Бақытжан ағаны тыңдашы. Мұслимин. Тазасы осы. Мұслим деген ол бойсынған деген мағынаны береді. Өте дұрыс. Айтып бүйтіп отырып әйтеуір мұслимин мойындаушы деген сөзді айтқызды. Оған қарамастан имам өзінің сөзін одан ары дәлелдемек болып ұмтылып жатыр. Мұсылман деп айту керек. Мұсылман деп айтпау керек. Жоқ, тоқтаңыз, енді мен айтайын. Бұл енді біздің қазақы бала орыс бола алмайды деген сөз бар. Тура сол сияқты қазақты түсініктегі нәрсені біз өзіміздің түсінігімізде айтылады барлық нәрсе. Яғни мұслимин дегеннен гөрі мұсылман деген қазақтың ертеден айтып келеді. Соныменен имам өзі өріп отыр. Мен мұсылман боламын. Біз мұсылмандар боламыз. Қазақ даласында ислам тұратын болса, біз мұсылман боламыз, болып қаламыз деп отыр. Өзі өріп отыр. Жарайды, мағынасын білесіңдер ғой. 200-ді сатқын деген сөз екен. Мүслим деген мойындаушы, Құранды мойындаушы, Аллахты мойындаушы адам екенін мойындамай, мұсылман болғыларын келсе болыңдар. Жарайды, мұсылман болыңдар. Мүслиммін, мүминмін деген сөзді айтуға тырыспаңдар. Құрани сөздің маңына жоламаңдар. Басқа не айтам? Қайтқың келмей отырса, Құрани сөзге қайтқың келмей отырса, басқа не айтам? Құп, сен мұсылмансың. Сендер мұсылмансыңдар. Мен сол жерде біріншілес сұрақ қойғам. Барзақ туралы неге өтірік айтасыңдар деп. Қашан алдайсыңдар деп. Кімді алдап жүрміз деп. Имам. Мен айттым, қашанғы қазақты алдайсыңдар. Өмірден осса болды. Жаны жәннатта болсын. Жаны жәннатта болады. Жұма күні өткен екен, жаны жәннаттан болады. Осындай айда кеткен екен, ол кісінің жаны жәннатта болады деп айта бересіңдер. Шын мәнінде адамның денесінен нәпсін шығарып алғаннан кейін әңкүр-мүңкүр келіп көр сұрағын бастайды. Ешкім еш уақытта бірден не жәннатқа, не бейішке, не жаһаннамға кетпейді. Барзақ деген жерде жатады. Қиямет қайымның мәшқарғынғы сұрағын күтіп жатады. Соны неге айтпайсыңдар қазаққа? Барзаққа барасыңдар. Ары қарай баруға ешкімнің құқығы жоқ. Тек қана мәшқарғынғы болған сұрақта ақтап алатын Аллахтың, Раббының өзі деп неге айтпайсыңдар? Дегенде ол айтты. Үміттендіру керек қазақты, үміттендіру керек деп. Жаным ау, үміті үзілмей жүрген бір Аллах жаратқан
құдірет бар. Кім? Ыбылыс. Анау жәннаттан инсан Сафиолланың тұқымын қуып жіберген кезде жерге, қайтсем де осыны алдап азғырамын деп жерде үміті үзілмей келген ол ыбылыстың өзі. Сен неге қазақты үміттендіріп отырсың? Қандай бағытқа сілтеп отырсың деп едім, үн-түнсіз қалған. Осы жер түгел кесіп тастапты. Аға, сіз тәңіршілерді дін деп қабылдайсыз ба? Тәңіршілдік бұл діннің аты. Дін болды. Діннің аты ғана. Таңғаларлықсыз. Аман, тәңір, дін бе, дін емес пе? Имамнан сұрап отыр. Құдаймен шатыстырып алған жоқсың ба? Имамдар Құдай демес, малика демес, нәби демес. Құл, қарапайым құл. Имам болу шарт емес. Мүслим мүмін болу шарт. Ол заңдылық. Шынымен дінде иерархия болмайды. Қызмет бабы болмайды. Оның қызметінің ұлы жолы біреу-ақ. Құлшылық. Ол үшін иман келтіру керек. Сенім болу керек. Сондықтан имамнан тәңір дін ба, дін емес па деп сұрау жөнсіз сұрақ. Тәңіршілдік дін бе? Дін. Тәңір ол дін. Тәңірлік Құдай оны қазақтың қолына тапсырғанда, көкейіне құйғанда дін деп айтқан. Сондықтан қазақ біздің ұлтымыз оны дін деп атайды. Дін, діңгегіміз деп атайды. Біз тәңіршілер де тәңірлік Құдай айтқандықтан, ұлтымыз оны дін деп отырғандықтан, біз де оны дін деп айтамыз. Жақсы, кітап бар ма? Кітап бар. Мына тұрған ұлы дала, ұлы табиғат, ол оның кітабы. Бізде кітап бар. Құдайдың жаратып жіберген әлемі, адамның өз болмысын, өмірді айландыратын, ақиқатын дәлелдейтін шежіре деген кітап. Осының заңдылықтары ол біздің ұлы кітабымыз. Мына жаратылған әлемді зерделеп, зерттеп барып, кітап жазу ол біздің парызымыз. Сол әлемді зерттеп отырған адамның болмысын зерделеп, зерттеп барып, кітап жазу ол біздің парызымыз. Міндетіміз, алдымызға қойған мақсатымыз, орындамасақ болмайтын мақсатымыз. Сондықтан тәңір дін, діңгек, Құдайға сенеміз, Құдайды іздейміз десек, дін діңгегіміз осы жарық дүниеде. Ал оның эпицентрінде, тура орталығында адамның өзі орналасқан. Құл емес, Құдайдың, тәңірлік Құдайдың ең құдіретті жасаған тұлғасы. Мен сол уақытта имамға сұрақ қойғам. Әл-Қалам деп. Бұл менің сол пікірталастағы екінші қойған сұрағым болады. Біріншіде жауапсыз қалған. Бұл жолы да өзінше білгішсініп Әл-Қалам туралы сөзді бастаған имам. Онда не айтты? Мына әлемді жаратқанда Аллах Тағала калам жолыменен әлемді жаратқан деген кезде мен аманға қарап отырып, тыңдашы, не айтып отырған? Христианство былай дейді. Алдымен сөз болған, сөз Құдайдан деп айтады. Мына жерде имам айтып отыр, әлемді Аллах қалам жолыменен жаратқан деп отыр. Яғни христианство менен исламның айтып отырған бір сөз болады. Біреуі сөз арқылы жаратылды дейді, екіншісі қалам арқылы, жазу арқылы жасалды. Бұл жіберілген қате болатын. Жіберілген қатені монтаж кезінде олар түсінген, сондықтан кескен. Ал ақиқатында Аллах айтады, мен әлемді 7 күнде жараттым, жер мен көкті ажыраттым дейді. Кейде Аллах айтады, мен бол десем бола салады дейді. Құранда қалам жолыменен жаратқан деген түсінік жоқ. Бұл пікірталаста 5 парыз туралы да әңгіме болған. Мақсаты тәңіршілдерде 5 парыз жоқ деп дәлелдеп барып, содан кейін күнде қылқындыру болады. 5 парызы бар. Тәңіршілердің осындай бір парыздары бар ма? Аманның бұл сұрағына сәл ғана ойланып бар. Имам жауап берсін деді. Ой толып жатыр. Айтайын. Айтсын. Алдымен ана жаққа сұрақ қой, 5 парызды. Салауат деп айтып Жоқ, бұл бастасын. кісі 5 парызын біледі. Аман айтып жатыр, имам 5 парызды біледі деп жатыр. Аман, мен білемін оның 5 парызды білетінін. Бірақ ол бүгінге дейін тәңірлік 5 парызды пайдаланып, муслимдерге ислам дүние танымын түсіндіріп жүрген. Мен білемін 5 парызымды, мен де білемін. Бірақ мен сол жерде бірден жаназа парыз деп айтсам, қазіргі ислам терминдермен айтылатын парыздардың барлығы сорпаның бетіне шықпай қалатын еді. Сондықтан мен сәл ойландым дағыны, имам айтсын дедім. Бірақ талап қойып отырып айттым. Сәлат деп айтсын деп. Нәтижесі былай. Ассаум бар. Бұл міне дұрыс, молодец. Қазақша ораза десең, қазір ораза деп айтпа деп тағы да не алады. Ассаум бар. Ассалат бар. Мәселе жаназа. Хадж бар. Қажылық деп айтсам, қазақша айтып қойдым дедім. Жаңа зекет бар. Содан кейін иман келтіру. Осындай шаттық, осындай қуанышқа толы көз жайнаған имамның тәңірлік дүниетанымының 5 парызын босатып берген ол сәтте ұққан жоқ болады.
Енді ұқты, мүмкін ұққан жоқ. Тәңірдің 5 парызын олар босатып берді. Бір сәт қана ойланып барып, қаласпай, исламға тиесілі 5 парыз санатқанымда қазақтың тәңір дініне тиесілі 5 парыз босап шықты. Ол қандай парыздар еді? Намаз, жаназа, ораза, зиярат, сенім. Міне 5 парыз босап шықты. Талассыз, яғни тәңір дінінде 5 парыз бар. Бірақ ислам пайдаланып жүрген болады. Бізде намаз парыз, бізде жаназа парыз деп жүрген болады. Соны айтып отырсам, қайтадан тақақтап аман сұрай береді. Мен айтып отырмын, аман, мен қазір тәңірлік дүниетанымның 5 парызын босатып бердім деп айтып, мен имамға рахмет айтқам. Біздің тәңірлік дүниетанымның 5 парызын босатып бергенің рахмет. Бұл кісі өзін 5 Қазір парыз бірінші айтты. рет міне бізге рахмет болатын боласың. Рахмет деген жерлерін бәрін өшірген. Монтаж жасағанда түсінген. Қандай дүниені бүлдіріп қойғандары. Білгізбеу үшін осындай амалға барған. Бұл кісі өзін 5 Қазір парыз бірінші айтты. рет міне бізге рахмет болатын боласың. Бір парызын айтайын, бір парызынан айтайын. Бұл кісілер жыл сайын Мекке қаласына барады. Иә. Кәба харам мәжиттің басына барады. Оны хадж дейді. Бізде Меккеніне барады. Меккеге емес, Меккеніне, туған жері. Туған жеріне бар. Сол жерге ата бабаларының басына барып, зиярат жасайды. Парыз емес па не? Біз ұмыттық. Ауыл жайына қалды. Неге жайына қалды? Енді оның бәрін санай берсем, қазір көбей береді. Бірақ мен Меккеніме, ата бабамның басына жаңа зиярат жасатқызып, міне жасатқызып жатсам, сені харам деп айтасың. Бұл Деп отырсам, аман иманға қарап. Ислам діні ата бабасының басына барып Құран оқығанға қарсы емес пе? тимайды. қарсы емессің. Тияды. Неге десең, әруақтарға сыйыну қазақ дүниетанымының, тәңірлік дүниетанымының ұлы ақиқаты. Себебі біз ауыр сәттерде әруаққа сыйынамыз, одан сұраймыз, тілейміз. Қуанышты сәттерде оған жалынып жалбарынып қана қоймай мадақтау айтамыз. Бұл Аллахқа қосу болып табылады исламда. Сондықтан тияды. Аға, тәңіршілдік дін деп айттыңыз. Дін болса, тек қана бір парызын айттыңыз. Қазақтың тәңірлік дүниетанымында жаназа шығарылады. Қанша уақытта жерлеу керек қайтқан адам? Сәлауат пен сәлауаттың ортасында. Сәлият пен сәлияттың ортасында. Тәңірші тоқтар, тәңірлік дүниетанымда адамды сәлият пен сәлияттың ортасында жерлетіп тастайтын етіп көрсетіпті. Мүмкін емес. Тәңіршілер ешқашан еш уақытта исламның сәлият пен сәлият деген сөзін пайдаланбайды. Осы жерде менің айтылған сөздерім бәрін кесіп тастап, қолымды ербеңдетіп, Сәлауат пен сәлауаттың ортасында. сәлият пен сәлияттың ортасында тәңіршілер адамды жерлейді дегізіп қойды. Шын оқиғаның қалай болғанын қарап шығыңыздар. Тәңіршілдік дін деп айттыңыз. Дін болса, тек қана бір парызын айттыңыз. Тыңдап отырсыздар. Аман маған бір парызын ғана айттыңыз деді. Иә, мен бұған дейін бір парызын ғана айтқам. Ол мекен туралы парыз болады. Содан кейін ол тағы да қандай парыз бар деген кезде мен жаназа парыз деп айтқан болатын. Сол жерде менің айтқан сөздерінің бәрін қиып тастаған. Бұл жерде шын мәнінде парыздар туралы әңгіме болып жатқан. Қазақтың тәңірлік дүниетанымында қандай парыздардың түрлері бар деп сұрақ болып жатқан. Сол парыздардың бірі, қайталап айтамын, жаназа деген. Сосын жаназаның ретін айтқам. Ретін айта отырып, бізде тәңір дінінде 3 күн оң жаққа жатқызылады деп барып, ал исламда сәлият пен сәлияттың ортасында шығарылады деген. Осы жердегі сөздердің бәрін кесіп тастап, маған сәлият пен сәлияттың ортасында тәңіршілер адамды жерлейді дегізіп қойыпты. Мен қазір өздерінің роликтарын пайдалана отырып, сол жерде болған оқиғаны мүмкіндігінше құрастырып шығам. Қарап шығыңыздар. Аға, тәңіршілдік дін деп айттыңыз. Дін болса, тек қана бір парызын айттыңыз. Бірінші мекен туралы айттым. Жаназа парыз. Қазақтың тәңірлік дүниетанымында жаназа шығарылады. Жерлеу рәсімі былай өтеді. Көңіл айтылады, жоқтау айтылады. Мәйіт 3 күн оң жаққа жатқызылады. Мейрам су беріледі, ақтыққа оралады, жерленеді. Ал ислам әлемінде тез жерленеді. Қанша уақытта жерлеу керек қайтқан адам? Сәлият пен сәлияттың ортасында. Бізде намаз бен намаздың ортасында. Түсінікті. Кейде кешке дейін жерлейді. Ол уақытта оқылмай қалған сәлиатын бұл кісілер оқу керек. Мойында парыз болып кетпеші. Жақсы, екінші парыз. Жоқтау.
Басқа. Қидым айту. Мхм. Қидым айтылмаса адамның әруағы сыртқа шықпайды. Жақындары жоқтау айту керек. Жақтап айту керек. Міндетті түрде. Міндетті түрде қидым айту керек. мен де бір сұрақ. Сосын кейін парыздар, өтілетін парыздар үшін жетсін, 40-ын, 100-ін, алсын, одан кейін 3 жыл шет қою керек. Шет. Бұнан кейін сені сағынбаймын. 3 жыл жаңағы Құдай малыңды бересің, одан кейін ол адам туралы ойламайсың. Түсінікті. Ақиқат осылай болған болады. Бірденнен бірденде жоғары қоямын деп адасып қалғасыңдар. Кінәратқа кетіп қалғасыңдар. Олай болмайды. Ақиқат бар, қилғатады. Шындық барарға жетіп қалады. Өтірік зия болып кетеді. Біз тәңіршілерміз, ақиқатты жақсы көреміз. Мына жарық дүниеде. Біз осы жерге қайтып келетінімізді білгендіктен, ақиқат осы жерде болса екен деп ойлаймыз. Адамның көкейінде болса екен деп ойлаймыз. Санаға ұяласа екен деп ойлаймыз. Адамға адам қарсы тұрмас екен деп ойлаймыз. Арамдық болмас екен деп ойлаймыз. Діннен діннің жорғасы жоқ. Айырмашылығы екі түрлі, бірақ мақсаттары белгілі. Тәңір дінінде ұрпағынан қайта-қайта туа отырып, өмірді айландыру. Ислам дінінде өмір бір-ақ рет беріледі деп, бақидағы тіршілікке ұмтылу. Шынымен Тәңір дінінде асықпайды екен. 3 күнге жатқызылып, небір салт дәстүрлері, әдет ғұрыптары орындалып барып, ал исламда асығу, бақиға асығу, жәннатқа түсу. Ал шынымен жаназа туралы көрініс міне жерде болған болады. Ағамыз айтып жатыр, бізде жаназа парыз дейді. Енді осыны сұрайын деп едім, сіздерде жаназа қалай оқылады? Жаназа көкейден шығарылады. Адамның өмірінде болады. Ақ иесі шығарады. Не айтады? О, Тәңірлік Құдай, өмірді ұзған бәленбайдың алдынан жарылқа. Біз сенен жәннаттан орын сұрамаймыз. Бізде жәннат деген сөз жоқ. Бізде ұлдыңнан қайта тууды сұраймыз. Ұрпағынан қайта тууды сұраймыз деп. Ұлағатты сөздер айтылған. Ол жерде Тәңірлік Құдайға мадақтау айтылады. Өмірден озған адамның кектілігіне мадақтау айтылады. Мақтау айтылады. Бүгінгі заманда біздің жоғалып кеткен жаназаларымыздың, жоғалып кеткен жоқтауларымыздың бәрі өнер туындысындай болып, ауыздан ауызға кеткен. Біздің халықтың, біздің ұлтымыздың ақындығы, сөзге шеберлігі сонда пайда болған. Шынымен исламда жаназа шығарылмайды. Себебі жан деген сөзді ислам айтпауға тиісті. Құранның 7 жерінде жан деген сөзі бар, ыбылыстың атасы. Менің айтып отырған сөзіме мына бір ролик көп болады. Тиіспейді, ешқандай қорықпай-ақ қойыңыздар. Мына жерге уверен болып келіңіздер. Ол адамға тиіспейді еш уақытта. Сол жерге, осы жерде жындар иман еткен үшін Аллах Тағаланың жер бетіндегі сахабалары, періштелер осы жерге жын мешіті деген мешіт салған. Сыртында жазу тұр. 1461-де салынған мешіт. Бұрын салын кейін кішкене өзгертулер болған, бірақ осы ең алғаш салынған. Сол уақыттан бастап жын мешіт деп салынған. Осы жер сол уақыттан бастап мешіт болып қабылданып келеді. Адамзаттың атасының аты Адам пайғамбар, солай ғой. Жындардың атасының атын кім екенін білесіздер ме? Жындардың атасының аты Жан деп аталады. Жан деп. Сондықтан біздер жаным деп айтып жатады ғой. Жан деген ол негізі жындардың атасы деген сөз. Байқау керек сондай нәрсені айтып үшін. Бұл ролик Мекке қаласында жындарға арналып салынған мешіттің алдында түсірілген. Имам айтып тұр. Сол жындардың атасының аты кім дейді? Жан дейді. Демек, исламды қабылдаған адамдар жан деген сөзді қалай болса солай айта беруге тиісті емес. Демек, исламистер жаназа шығаруға тиісті емес. Түсініп отырсыздар ма? Исламистер отты құрметтеуге тиісті емес. Себебі бұлысы айтады. Аллахтың өзіне мені оттан жараттың дейді. Инсан Сафиолланы дейді. Торафтан, почвадан жараттың дейді. Ұғытсыңдар ма? Бізде жан деген сөз, гари деген сөз. Душа деген сөз емес ол. Гари деген сөз. Сенің денеңдегі 36 градус температура. Ұқтың ба? Тәңір дінінде от біткенді қадірлейді. Адамның денесінде шықпаған жанға, температураға азы салады. Жан азы салады. Сол температура толық өшіп бітті ма дегенге дейін 3 күн оң жаққа жатқызып қойып, адамның денесін жерге бермейді. Себебі адамның денесі 300 триллиард клеткадан тұрады. Соның ішінде біреуі өшпей қалса, адам клинический өлімге ұшырап, көрдің ішінде тіріліп кетуі мүмкін. Ұқтың ба? Ұққан жоқсың ба? Оның үстіне қазақ былай дейді, адам демі біткенше өмір сүреді дейді. Демек, жанмен қатар демнің де өшуін күткен. Неге десең, дем өшпесе, көрдің ішінде тіріліп кетуі мүмкін, тұрып кетуі мүмкін. Соның бәрін тоқтайтын білгендіктен қазақ 3 күн күткен. Ал исламда сәләат пен сәләаттың ортасында жерлеп жібереді. Егер асып кеткен болатын болса,
имам Аллахтан кешірім сұрап отырып, бұл кісінің парызын оқылмай қалған сәләтін мойныма аламын деп сәләт оқу керек. Сол оқылған сәләті ас-сәләт. Сондықтан ислам сәләт пен сәләттің ортасында адамды тез жерлеп жіберу керек. Неге десең, қиямет қайымда болатын сұрақта жүзі жарқын болып тұру үшін, өзінің сәләтімен тұру үшін. Міне айырым қандай. Осыны біле жүр қазақ. Біздің тәңірлік дүниетанымда жанғазы салынады екен, ол қазақша жүргізіледі екен. Өмірден азыған қазақтың басында көрінген ұлттың өкілі тұруға тиіс емес. Қазақ басынан тірі кезінде де ешкімді асырмаған, өмірден озғанда да басына ешкімді тұрғызбаған ұлт. Тек қана ақ иесі, қазақ баласы қазақтың жаназасын шығарған. Жаназа шығарып деп айтып отырмын. Жаназаға шықпай ақ қойсын. бұл жерде тағы да Өмірге қайтадан қайтып келесің. тағы да айтайын. Менің Аманға айтқан осы сөзімнен кейін, қайта өмірге келесің деген сөзімнен кейін, реинкарнация мен діттелу жайлы әңгіме болған болады. Оны имам бастаған болады. Мынау өмірге қайтып келу деген ол білесіз ғой, жаңа пұтқа табынылған үнділердің сенімінде бар. Құранда тағы да ескертіп Реинкарнацияны білесіз ғой. Ол ана кәпір діндердің дүниетанымы деп қоясың. Білем, жақсы білем. Сол пікірталаста да мен айтқан болатын. Қазақтың тәңірлік дүниетанымының діттелу заңдылығы мен индуизмнің реинкарнациясы бір-біріне қосылмайтын екі түрлі заңдылық. Индуизмнің реинкарнациясында деген адамнан шыққан зат жан жануарға өсімдікке кетіп қалды. Ал біздің тәңірлік дүниетанымның, қазақы дүниетанымның түсінігі бойынша аталық, аналық, әруақ деген клеткалардың заңдылығы менен, ақтардың заңдылығымен біз ұрпағымыз бізді туа отырып, әлемді шыр көбелек айландыратын, тұқым қуалайтын заңдылық. Бұл заңдылықты әлем өсінге дейін білмейді. Барлық әлемнің діндерінің түсінігінде, философиялық түсініктерінде өмір бір-ақ рез беріледі. Ал біздің қазақы дүниетанымда өмір айналады. Мына айланып тұрған әлем сияқты. Бұл заңдылық қазақы дүниетанымның заңдылығы. Өмір бір-ақ рез берілмейді. Міне қандай керемет заңдылық. Бұны ғылым енді біліп келе жатыр. Әсіресе генетика ғылымы енді біліп келе жатыр. Олар клонированияны бастады. Бір клеткадан өсіріп, өндіріп, тірілтуді бастады. Ал қазақ оны табиғи жолменен жасаудың заңдылығын білген. Біздің даламызға келген саяси бағыттар, біздің даламызға келген діни, сенімі көзқарастар, біздің ұлы дүниетанымымызды тұқылына дейін құртпаса да еңсесін түсіріп кетті. Ал енді мына имамның айтқан мына сөзін тыңдап алыңыздар. Құранда тағы да ескертілген. Имамның Құранда тағы да ескертіледі деген сөздің алдында сөз бар болады. Аллах инсанды жаратқанда оған өзінің рухын салады деп айтады. Рухты дәлелдеу мүмкін емес дейді. Яғни адамдар ол рух туралы ізденгенімен еш нәрсе дәлелденбейді. Ғылым дәлелдей алмайды ол нәрсені. Жалпы исламистер әр жерден естіген сөздерін алып айта салады. Имам айтты, инсанның жасалынып жатқан денесіне Аллах рухын салды деді. Оны дәлелдеу мүмкін емес деді. Мен сол уақытта бірден кесіп айтқам. Дәлелдеуге болады. Бүгін болмаса ертең болмаса бүрсі күні. Міндетті түрде дәлелденеді деген. Неге олай айттым? Неге десең, имам қателескен болады. Аллах рухтан тұрады деді. Аллахқа еш нәрсе тән емес. Шынымен Құрани дәлел бойынша былай деп айтылады. Жаратылып жатқан инсан Сафиолланың денесіне сүр үріледі дейді. Мен соны біліп отырғандықтан еркін айттым. Дәлелдеуге болады деп. Рух сүрге тән емес. Сүр рухқа тән емес. Сүр мен рух Аллахқа тән емес. Оның екеуі де Аллахтың жаратқан әлеміне. Бұл сөздердің айырымын білмесең, шатасқаның шатасқан, шатасып отырып күнәға батқаның батқан. Ал біздің жаңағы ұрпағынан қайта туатын әруақ, ол материальный зат. Аталық пен аналықтың қосындысынан пайда болатын алғашқы клетка. Ол сендердің әруақ қалай пайда болады? Әйелік аналығы оңға болады, жолдасына айналып қалады. Әкенің аталық ұрығы балаға айналады. Енді бері қара. Сол ең тұңғыш жаратылған аталық пен аналық қосылғандағы клетканы біз аруақ дейміз. Алғашқы ақ, аруақ. Ол жұмыс жасап атқанда, ол саған көмек келген кезде әруақ болып келеді. Бәрін тігетін, бәрін жөндейтін, әритін зат болып келеді. Жанды тыңдай алатын, көмектесе алатын, өмірде бар шар тәріздес, құдіретті зат, материальный зат.
құлшылық бар, намаз оқиды, әрекеттері бар мысалы. Шариат оқиды. Иә. Ал сіздерде қалай сіздер табынасыздар? Танбайды. Бері қара, жіктеп айтайық. Біздің тәңір дінінде сыйыну бар, жүгіну бар, табыну бар, наным бар. Наным арқылы да, еңбегің арқылы да Құдай іздеуге болмайды. Түсінесің ба? Оның кешіне сыйыну арқылы да болады. Әруаққа сыйынады, оған табынбайды. Сіздер әруаққа сыйынасыздар. Әруаққа сыйынамыз. Әруаққа сыйынамыз, құрметтейміз, құрметтегендіктен сыйынамыз. Материальный зат екенін білгендіктен, Құдайдың жаратқан әлем екенін білгендіктен, оған сыйынамыз. Басы жоқ, көзі жоқ, қаны жоқ, сүйегі жоқ зат, кез келген затты жасай алатын ілім арқылы білгендіктен, оған сыйынамыз. Ол адамды да жасай алады. Клетка, ақ, бүкіл мына жер бетінде тұрған заттың барлығы содан тұрады, сол клетка жасайды бәрін. Оның құрылымын қазақ түгелменен атап шыққан. Түсінетін уақыт болды ғой. Бәрі аққыдан, бәрі ақтан. Аққа Құдай, тәңірлік Құдай, бүткіл заңдылықтарды беріп қойған. Шешімді сен қабылдайсың. Сондықтан біз әруаққа сыйынамыз. Ислам дінінде әруаққа сыйыну туралы не дейді? ислам дінінде аруақ құрмет дейді. Құрмет дейді. Құрмет дейді. Харам дейді. Өтірік айтпасаңшы. Имам өтірік айтып отыр. Әруақты мойындау Аллахқа, Раббыға қоса қосу екенін біліп отырса да өтірікті соғып отыр. Тыңдаңыз. Айтылған сөзін ары қарай тыңдаңыз. Сыйынуға болмайды, құрмет көрсетуге болады. Құрмет көрсету. Құрмет көрсету бір бөлек, сыйыну бір бөлек. Ол нәрсе. Құрмет бір бөлек, сыйыну бір бөлек деген сөзде имамның түсінігінің төмен екені білініп тұр. Құрмет бар жерде сыйынады. Сыйынған жерде құрмет бар. Құрмет бар жерде сенім бар. Сенім бар жерде құрмет бар. Алланы құрметтесең, сенесің. Сенетін болсаң, оны құрметтейсің. Егер сен әруақты құрметтейтін болатын болсаң, амалсыздан сыйынасың. Сыйынған кезінде амалсыздан құрметтейсің. Не жолы осы сөзді осы күнге дейін діндар адамдар түсінбейді. Құрмет бар жердің бәрінде сенім бар, құрмет бар жердің бәрінде сыйыну бар. Соны білетін қазақ, біз тәңіршілер, оны құрметтейміз, құрметтегендіктен сыйынамыз. Жаңа ағамыз айтып кетті ғой, жаңағы еркек ұрғашы хромосомалар турасында Құранда да ол айтылған. Әйелдер сендердің егіндікке не ексеңдер, соны аласыңдар. Қазіргі медицинаның дәлелдеп берген нәрсесі де осы. Шежіреде жоқ нәрсені сіз шежіре сөзінің өзі араб сөзі ғой. Имамның әйелдер егіндіктерін оған не ексең соны аласың, оның медицина дәлелдеген деген сөзінен кейін дау болып кеткен болады. Ол жерде шежіре заңдылықтар жоқ деген сөзден басталатынның барлығы мына жерде дыбысқа дыбыс қосып шуылдатып жіберген. Ол жерде шежіре жайлы, шежіре заңдылықтарымен исламның шаджра деген сөз туралы әңгіме болған. Ол жерде мен бір затты анықтағым келген болатын. Адам ата деген кім? Инсан Сафиолла деген кім? Құранда адамды қалайды? Адам демей инсан. Адамда инсан, көпше түрі инсан. Инсан. Сол инсанның көпше түрі болса неге оның есімі бар Сафиолла деген? Инсан. Оның неге сол инсанның Сафиолла деген есімі бар? Сафиоллалар ма не? Адам адалист. Неге мен имамнан инсан туралы сұрадым? Білмейтіндігін түсінгенде мен өзім көмектесіп жүрдім. Инсан Сафиолла деп. Ол инсан деген көпше деген сөз деді. Көпше болып айтылатын сөздердің бәрінің аяғында жалғау болады. Инсандар деп. Инсан деген жеке сөз ешқашан көпше түрді білдірмейді. Құранда инсан деген бар, түсінік, оның есімі бар, Сафиолла деген. Неге олай өзгертілді? Себебі адам Ева деп айтатын болсаң, христианстводан алған болып қалады. Егер адам ата Хауана десең, тәңірлік дүниетанымнан алған болып қалады. Сондықтан шатыспас үшін ұлы кітаптың ішіне инсан Сафиолла деген сөз енгізілген. Мен бұл жерде бір затты айта кетейін. Инсан Сафиолланың әйелінің есімі белгісіз. Себебі ана тұрған екі есімді ала алмайды. Не Ева деген сөзді алмайды, не Хау ана деген сөзді ала алмайды. Сондықтан оның әйелінің есімі белгісіз. Инсанға алман жегізіп қоятын әйелдің есімі белгісіз. Біз осының бәрін нақтылап біліп алмай тұрып, шаджра туралы айта алмаймыз. Сондықтан имамның мына айтқан сөзін қайталатып алайын да, өзімнің ойымды айтайын. Араб сөзі ғой. Шежіре деген араб сөзі емес жан. Мен өсінге дейін түсінбеймін. Имамның болсын, шаджраны айтып жүрген кез келген ғалым адам болсын, бір зат әлгінге дейін түсінбеген. Шын мәнінде шаджра деген ол бұтақ деген сөз. Сол бұтақтың басында инсан Сафиолла жеп қоймасын деген алма бар. Ана христианствода солай айтылады. Адам мен Еваға мына бұтаққа тиіспе,
Неге десең, ол жерде саған запретный өсімдік бар. Ол алма. Бұл жерде исламда инсан сафиоллаға айтады. Мына бұтақта тұрған жеміске тиіспе дейді. Ол жерде алма болатын. Есімі белгісіз әйелінің азғыруымен инсан сафиолла алманы жеп қойып, жерге күнәһар болып қуылып жіберген. Ал біздің шежіре шаджыра емес. Ақиқатында шежіре әйел адам мен ер адамның ендігінде жатқан аталық ұрық, аналық ұрық кезіндегіні, оның жатырға түскендегі даму кезеңдерін, одан мына жарық дүниеге келген кезеңдердің бәрін нақтылап дәлелін айтатын. Әрі ғылым, әрі ілім. Адам өмірге келген соң шежіренің екі тармағы басталады. Біреуін үрімбұтақ, екіншісін ататек құжаты деп атайды. Ататек деген родословный деген сөз. Үрім деген генеалогия деген сөз. Бұтақ деген бетік деген сөз. Генеалогиялық бетік. Ол шажыра емес, басында алма тұратын. Үрімбұтақ ілімінің басында ұрпақ тұрады, адам баласы тұрады. Сондықтан шажыра менен қазақтың шежіресінің айырмашылығы жер мен көктей. Шатыстыруға болмайтын дүние таным. Сол кезде жаңағы шажыра туралы айтылып жатқан сөзді мына Құнанбайдың екі қатын алып, Абайдың тоқалдан туғанын айтып, сөзді бұзғандарыңды қояйындағыны сөзді жалғайын. Дұрыс емес десем, Құнанбайдың адасқанын маған айтпа надандығын дейсіз. Иә. Абай тоқалдан туды. Дұрыс па? Мен не істеймін? Енді оны сіз тоқтаңыз, сіз онда келісейік. Біз осындай отырмыз дедіңіз ба? Осы сөзіңізде тұрыңыз да. Тұрамын. Насихаттан айтпаңыз. Қазақтың ділін демеңіз. Өйткені сіз қазақтың бәрін аяқтан адастырып жібересіз. Әлі күлкім келді. Шын айтамын. Сенің екі қолыңды артыңа ербеңдетіп, пулеметше дырылдатқан кезіңде мен саған тесіле қарап ойланып отырып қалдым. Таң қалғам. Құнанбайдың екі әйел алғанын мойындамай қойып едім. Дүрсе қоя бердің, автомат болып кеттің. Деп. Не болып қалды сонша? Дулаттың жігіті балдызым-ау. Сенің жаңағы айқайыңа қарағанда, мына өркениетті бір әйел алғандар тоқтатқандай болып қалды. Түсінесің ба? Егер екі әйел алғандар, төрт әйел алғандар көп болғанда, мына әлем өркениеті дүрілдеп жүріп беретіндей болып қалды. Білеміз сендердің көкейіңде тұрғанын. Білемін сенің де көкейіңде тұрғанын. Абрам Ибрагимнің екі әйелі болған. Екеуінен екі халық тарап кеткенін ол байқұс түсінбей қалған. О дүниеде де түсінбей жатқан болар. Білеміз Мұхаммадтың да бірнеше әйелі болғанын. 9 жастағы әйелінің қалай өліп қалғанын да түсінбей қалғанын білеміз. Байқаусызда өлтіріп алғанын білеміз. Білеміз императорлардың да, хандардың да, қахандардың да бірнеше әйелі болған. Өздері басып алған мемлекеттердің қалай жоқ болып кеткенін өз о дүниеде түсінбей жүргенін де білеміз. Сендердің иман ұстаздарыңның да бірнеше қатыны бар екенін білеміз. 4 жерден төс жеп жүрмін деп мақтанып жүргенін де білеміз. Менің сол жерде нағыз қояйын деп отырған сұрағымды айтып үлгермей қалдым. Қандай сұрақ екенін енді айтайын. Сен маған ол екі әйел алып дүниені дүркіреткендей болып отырған Құнанбайдың өз кіндігінен балаларын тауып берші маған. Өз кіндігінен әлемді дүркіретіп туған, Абайдан асып туған балалар бар деп маған шежіресін санап бер. Кім тоқтатты? Аллахтың өзі рас, сөзі рас деп отырған Абайдың тұқымы қалмады ғой. Не, Алла жоққа жіберді деп отырсың ба? Ол Алланы көрдім деп отыр ғой. Мұхаммедтен де асып кетіп отыр ғой. Мен Алланы көргем, оның өзі рас, сөзі рас деп отыр ғой. Бірақ ұрпақ жоқ. Көрген жоқсың мені деп құртып жіберді ма не? Әлде шежіре заңдылықтары топырлатып әйел ала берген соң қарама қайшылық пайда болып, қайшыдай кесіп жіберді. Аталық, аналық ұрығының заңдылықтары. Ойланып көрдің бе сол туралы? Неге жоқ оларда ұрпақ? Неге жалғыз кедейлердің балалары көп? Неге оларды тұрақтайды? Жаман болсын, жақсы болсын, тұрақтайды. Ал жаңағылардың ұрпағы тоқтамайды. Неге? Бұл жерде қандай шежіре заңдылығы кесір кесапат келтіріп тұр деп ойландың ба? Ойлан, жақсылап ойлан. Осының бәрін сол жерде айтайын деп отырған кезде кенеттен аман арақ ішесіз ба деп сұрақ қойды. Неге оны жасады білесің ба? Неге десең, сенің дірілің, сенің пулеметше дырылдатып отырғаның оған ұнаған болады. Тапсырма орындалу керек болады. Сондықтан маған ол жерде жауап қатыртқызбай бірден арақ ішесіз ба деді. Сонымен менің саған айтайын деп отырған бүткіл ойым, саған қояйын деп отырған бүткіл сұрағым, сендердің сөзімен айтқандай иманды болып, жәннатқа кетіп қалды. Алдарыңнан күтіп алатын болып кетіп қалды. Аманның сол қойған сұрағын мына жерге қоямын. Ары қарай арақ туралы әңгіме айтамын. Арақ ішесіз бе? Мен адамның денесінде арақ бар деп айттым. Біздің арақ деген сөзімізді водка деген сөзге ауыстырып жіберіп, құнын жоғалттық деп айттым. Біздің денемізде ғылыми дәлелмен айтатын болсаң, эндоген деген бар. Гендік уровеньда жасалынатын, қазақша айтсақ арақ, ғылыми тілмен айтсақ этил спирті бар. Оны кез келген тамақтан жасап аласың. Ол жетіспей қалса аурушаң діңкес боласың. Бірақ оны ішудің мөлшері бар.
адамның денесінде 2% спирт бар. Сенің бүткіл болмысыңды клетканың ішін, ақтың ішін тазалап тұратын. О жердегі артық микробтарды өлтіретін. Ол ақ. Егер осыны артық мөлшерде денеңе ендіріп қоятын болсаң, қара деген сөз шығады. Ауру боласың, алкоголик боласың. Ал адамның денесінде одан басқа сүт бар. Ана бойында сүт бар, балаға тамақ ретінде береді. Біздің денемізде сүтті жасап алады. Оны білесің ба сен? Біздің денеміздің 85% судан тұрады. Ол жетіспей қалса, оны да күнделікті толтырып отырамыз. Біздің денемізде дәрумен, витаминдер бар. Ол жетіспей қалса, оны да кез келген тамақтан жасап аламыз. Көп тамақтарды ішетіміз сол. Еттен де, сүттен де, ана тұрған жеміс жидектен де жасап аламыз. Қоректендіреміз ағзамызды. Таңғаларлығыз. Осы айтып отырған заттарды Аллахтың өзі жәннатқа орналастырылып қойған. Онда дейді, бұзылмайтын судан өзендер ағып жатыр дейді. Онда дейді, бұзылмайтын балдан өзендер ағып жатыр дейді. Витаминдер ағып жатыр дейді. Ол жерде дейді, бұзылмайтын сүттен өзендер ағып жатыр. Ол жерде дейді, бұзылмайтын арақтан өзендер ағып жатыр. Ол жерге рахаттанып баратын инсан Сафиолланың тұқымы қордың құзын құшып жататындар. Әл ауқат алу үшін жаңағылар ішуіңе тура келеді. Ішсең тоймайсың дейді. Шелектеп ішсең тоймайсың дейді. Бұл немене жақындық? Бұл неме деген түсінік? Неге Құран кітабында мына жарық дүниеде адам пайдаланатын заттардың бәрін инсан Сафиолланың ұрпағы барып жәннатта да ішсін деп отыр. Ішсең тоймайтын болып ішсін деп отыр. Айтқызасыңдар кейде. Білімсізсіңдер. Адамның денесіне, мына жарық дүниеде адамның денесіне қажетті дүниелердің бәрін өмірден озғаннан кейін қайтып келмейтіндерге өзен қылып ағызып қойған. Жаңа айтылып отырғанның барлығы адамның ағзасына керекті қоректер. Ана жарық дүниеде. Ана жақта денесіз заттар ішкісі келіп отыр. Рух, нәпс ішкісі келіп отыр. Неге? Ойлан, жауабын тап. Оған дейін әлсізсіңдер, білімсізсіңдер, ілімсізсіңдер. Салыстыру, әлемді трехмерный, четырехмерный көре алмайсыңдар. Көрген затыңнан ой түйіп, шешім қабылдай алмайсыңдар. Бітті. Менің арманым былай. Қазақтың дүниетанымына тиіспей, әркім өзінің дүниетанымын таза түсіндіріп, өз келмеймін. Мінекей осындай десем мен құрметтеймін. Біздің тәңіршілердің менің қағидатым былай. Ислам діні ұлы, мені жамандамасын. Бұлардың түсінігі ұлы деп сөйлейсің. Ұлының жанында тұрып ұлы болып сөйлегенге не жетсін? Ағамның арманы, ағамның уәжі, ағамның өкпесі сізге менде өкпе жоқ. Иә. Айтса екен деген уәж ғана. Уәж ғой, уәж. Сізге түсінікті болды ғой Бақытжан ағам? Иә. Тоқтай тұр. Мына жерде сөз жоғалып кетті ғой. Сенің сұрағыңа жауап жоғалып кетті ғой. Қайта жіберейін. Сізге түсінікті болды ғой Бақытжан ағам? Иә. Әр нәрсені өзінің орнымен айтса. Міне, сенің қойып отырған сұрағың мен «я» деген сөздің ортасында имамның күлімсіреп отырып берген жауабы болады. Ол жауап қалай айтылып еді? Ол кісілердің айтып отырған уәжі де талабы да орынды деген болады. Сен кесіп тастапсың ғой. Неге кесіп тастайсың? Осы болған пікірталастың бұл негізгі кілті болатын бұл сөз. 1,5 сағат дырылдасқан, шуылдасқан айқайымыздың барлығы бір сөзбенен тоқтап қалған болатын. Неге десең, имам орынды бұл кісілердің уәжіменен талабы деп айтқан болатын. Қайқа кетіп қалды ол сөз. Неге кесіп тастадың? Аман, кесіп тастағансың. Шынымен имам қызыл кеңірдек болып қарсыласып отырды да кенеттен бұл кісілердің айтып жүрген уәжі талабы орынды деді. Орынды деді. Мықты имам түсінді. Біздің айтып жатқан дүниетанымымыздың артында оның өзінің қанына тән қазақтың ұлы дүние танымы жатқанын ол түсінді. Ғажап сәт еді ол. Сен не ол сәтті түсінген жоқсың ба не? Аман, сен түсіндің ғой. Түсіндігендіктен мына сөзді айттың сен. Сенің қаныңнан қазақы ұлы дүние танымының иісі бұрқ ете қалды. Ондай сөз айтатының бар, немереге кесесің онда? 45 күн кескілеп жатқан кезде роликті мен ойлағам, ол сөзді қалдырса маған болды, жетеді сол деп ойлағам. Бірақ сөз имамның айтқан, оны қостаған сенің сөздерің қалу керек болады. Имамдікін кескесің, өзіңдікін қалдырғасың. Үйлесімдік болмай тұр ғой. Меніменен сөйлесіп атқан көрермендеріңнің көбісі айтып отыр. Мына жерде жауапсыз қалған ғой ана Аманның сұрағы деп. Имам жымиып қарап отыр дейді. Қояйын, тыңдайық. Ағамның арманы, ағамның уәжі, ағамның өкпесі сізге түсінікті болды ғой Бақытжан ағам? Иә.
әр нәрсені өзінің орнымен айтса, атымен айтса, жөнімен айтса, менің қазақы дүние танымыма тиіспесе, мен ислам дінін және басқа да діндерді құрметтей аламын. Бұл сөз сенен қайдан шығып еді? Бұл сөздің негізін имамның орынды деген сөз қалаған болады. Болмайды ғой олай. Аспан жерге түсіп кеткен жоқ қой. Быжынаған қазақ даласындағы исламистің ортасынан жақсы түсінігі бар имам шықты да айтты. Жарайды, таластық, әңгімелестік, бірақ ақиқатына келетін болсақ, бұл кісілердің, тәңіршілердің айтып жүрген уәжі де талабы да орынды деді. Сол сөзді мүмкіншілігінше кесіп тастағансың. Мүмкіндігінше емес, быт-шытын шығарып кесіп тастағансыңдар. Роликті монтаж жасап жатқан кезде кескенсіңдер. Бұл пікірталасқа кедергі жасайды деп кеспеу керек болатын, халыққа жіберу керек болатын. Біздің қазақ ұлты кемеңгер ұлт, үн-түнсіз отырған сияқты, бірақ ішінде түйін-түйіліп шешім қабылдайтын ұлылықтың, даналықтың көрігі жатыр. Сондықтан қазаққа сену керек еді, жіберу керек еді. Пікірталас өзінің шарықтаған биіктігіне жететін еді. Ол жерден ислам да құлап қалмайтын еді. Ол жерден тәңір ілімінің дүниетанымда көкке өрлеп кетпейтін еді. Тепе-теңдік пайда болып, мына қазақ даласында бір-біріменен бақуаттаса өмір сүретін екі ұлы діннің түсінігі пайда болатын еді. Ана япондардың дүниетанымындағы сияқты. Олай жасамадыңдар. Жарайды, болар іс болды, бірақ қазақ саған айтам. Ол жерде имам бұл кісілердің айтып жүрген уәжде талабы орын деген болады. Соныменен бүткіл әңгіме, бүткіл пікірталас ол жерде аяқталған болады. Қалған сөздердің бәрінде мән-мен, мағына, себеппен салдар жоқ болатын. Мен үн-түнсіз дінаралық татулықты жасайтын мен емеспін дегенді білдіріп, мен балдызымменен татуласамын дедім де, қазақылық жолды сілтеп кеткем. Оны ана оригинал роликтен қарап аласыздар. Осыдан біраз уақыт бұрын шақырумен барғам, енді бүгін шақырусыз келген амандардың жертөлесінен шығайын. Міне шықтым. Ал енді менің көрермендерім, тәңірлік дүниетанымның барлық ақиқат орынды. Ол өтіріктен тым биік, ол шындықтан да жоғары. Ақиқат ол ақиқат. Қазақтың ұлы дүниетанымдарының бәрі ақиқат. Неге десең, ол заттың орнын көрсетіп, нағайтады дағыны ғылымға алып барып, өзінің болмысын тірейді. Шапағаты барайланып, өркендеп өсіп ала жөнеледі. Бұл қазақтың ақиқаты. Қашанда болса орынды. 5 парызы да орынды. Тәңір діні бар деген сөзі де орынды. Оның тәңірлік ұстандары да орынды. Қазақтың ұстаған бағыты да орынды. Не айтам саған? Қазақ деген ұлы ұлт. Ақиқатың өзіңнің санаңда байрақыптық бір заманда жаңашыл алғыр ұлт едің, қайтадан өзіңнің сол жолыңа түс, сені алтын тағын күтіп тұр. Сау болыңдар.